адамның жарқ еткен жақсы сәттерінің барлығы естелік атты ескі бейнетаспаға сақталады. Ескіріп ес білгелі менің өмірім мектеппен тығыз байланыста өтті. Мұғалім болып қызмет істеу біздің отбасымыздағы адамдардың бәріне бұйырған бақыт. Осы бақыт мені де 2011 жылы Талғар қаласындағы оқушылар шығармашылық үйіне қолөнер мен бейнелеу өнерінің мұғалімі қылып әкелді. 7 жылдан кейін отбасылық жағдаймен Шелек ауылына қадам бастым. 2018 жылдан бастап Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектебінде көркем еңбек және сызу пәнінің мұғалімі болып қызмет етудемін. Өз уақытымды аямайтын, өзгенің бақытын аялайтын мұғалім болып жүргеніме 11 жыл уақыт өтіпті. Мен шығармашыл, идеясы өзгеден ерек, үлкеннен үйреніп, жаңалықты тез қабылдайтын жаңашыл ұстазбын. Шәкіртті жылы қабылдап, ұстаздары білім алмасатын, бірі кеңес беріп, бірі үлгі алатын жас буынмын. Өскелең ұрпаққа білім мен тәрбиені ұштастыра отырып, ұлттық қолөнеріміздің ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқандығын, бабаларымыздан қалған ұлы мұра екендігін, шәкірттерімнің санасына сіңіру, ұлықтау менің міндетті парызым. Бала жүрегі кішкентай ғана күйсандық десек, сол күйсандықтың кілтін тауып, шәкірт жүрегіне терең бойлайтын, шебер, ұшқыр ойлы, қабілетті, өнер атты тылсым әлемінен еркін сыр шерте алатын ұстаз болу арманым. Жай ұстаз емес, шығармашыл, жақсы ұстаз. Ақ парақ бетіне сызу сызғандай, кіршіксіз таза, бала санасына мейірім мен махаббат, адалдық үйрету менің парызым. Бойымдағы жастық жігерімді, күш қуатым мен білімімді теңізге тамған тамшыдай болса да, осы жолда сарп ету менің ұстаздық ұстанымым. Ал менің кәсіби тұлғалық позициям: мектеп алтын болса, оның зергері, мектеп теңіз болса, оның гауһары, шәкірт жүзік болса, оның көзі, шәкірт шебер болса, оның өнеріне айналу. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші. Қолөнер мен сурет саласында көптеген байқауларға қатысып, жүлделі орындарды иеленген оқушыларымыз да аз емес. Міне, осындай ерекше қабілетті, шығармашылыққа жаны құмар шәкірттерді тәрбиелеу жолында еңбек етудемін.